Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Microsoft Word мәтіндік редакторының негізгі мүмкіндіктері. Сабақтың мақсаты Microsoft Word мәтіндік редакторын іске қосуды және ондағы элементтермен қалай жұмыс істеу керек екендігін түсіндіре отырып, мүмкіндіктерімен таныстыру және Microsoft Word мәтіндік процессор туралы толық мағлұмат беру. Үй тапсырмасын тексеру. Тақырыбымыз компьютерлік вирустар түрлері, вирустардың ену жолдары. Сұрақ-жауап. Компьютерлік вирус дегеніміз не? Программалық вирус дегеніміз не? Жүктемелетін вирус дегеніміз не? Макровирус дегеніміз не? Компьютерлік вирустардың негізгі типтері қандай? Вирусқа қарсы негізгі қорғау құралдары. Компьютерлік вирустан қорғайтын аралықтарды ата. Келесі тапсырма компьютерлік вирус пен биологиялық вирустардың айырмашылығы мен ұқсастықтарын дәптерімізге жазамыз. Салыстырамыз. Бүгінгі сабағымыздың жоспары Microsoft Word мәтіндік процессоры туралы түсінік, Microsoft Word мәтіндік процессорының атқаратын қызметі, Microsoft Word мәтіндік процессорының мүмкіндіктері. Microsoft Word мәтіндік процессорын қалай іске қосамыз? Ол үшін пуск батырмасы арқылы Microsoft Office бумасының ішінен Microsoft Word мәтіндік процессорын іске қосамыз. Содан кейін бізге мынандай терезе ашылады. Енді осы терезеге толық мағлұмат берейік. Біздің тереземіз бірнеше бөліктерден тұрады. Тақырып жолағы, мәзір жолағы, стандартты үстелі, пішімдеу үстелі, сызғыш, күй жолағы және тапсырмалар аймағы. Жалпы мағлұматтар Microsoft Office Word мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы. Ол мәтіндік және графикалық информацияларды өңдеу барысында 100-ден аса операцияларды орындай алатын ең кең тараған мәтіндік редакторының бірі. Қазіргі компьютерлік технологияларда орындауға болатын кез келген операция бұл ортада жүзеге асырыла береді. Мысалы, басқа ортада дайындалған мәтіндік фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі объектілерді байланыстыра отырып, осы ортаға енгізуге болады. Жалпы, Word редакторында типография жұмысына керекті баспа материалдарын теруден бастап, олардың оригинал макетін толық жасауға дейінгі барлық жұмыстар орындалады. Word процессоры құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып шығаруға арналған Windows жүйесінің қосымша программасы. Ол мәтіндік және графикалық информацияларды өңдеу барысында 100-ден аса операцияларды орындалатын ең кең тараған мәтін редакторының бірі. Енді біз мәтіндік редакторында графикалық жұмыстарды қалай атқарамыз? Ол үшін Word'да дайын суреттерді кірістіру үшін өз файлымызды ашып, суретті кірістіргіңіз келетін жерге орынға меңзерді қоямыз. Кірістіру, сурет, картинка батырмасын басып, картинкалар жинағы сұхбаттық терезесінде терезенің сол жақ бөлігінде сурет санатын таңдаймыз. Міне осылай суреттерді қоюымызға болады. Келесі құжатта кесте әзірлеу үшін кесте кірістіру батырмасын басамыз. Содан кейін бізде ашылған терезеден қатар мен баған сандарын енгіземіз де окей батырмасын басамыз. Келесі
фигуралардың мәтін кірістіру үшін фигуралық мәтінді кірістіреміз. Ол үшін кірістіру сурет батырмасы арқылы WordArt объектісін іске қосамыз. WordArt жинағы сұхбаттық терезесінде ұнаған қаріпті таңдаймыз. Текст надписи деген орынға өзімізге керекті мәтінді тереміз. Окей батырмасын басамыз. Содан кейін бізге мынандай жазған мәтініміз экранға шығады. Келесі тапсырма дәптерімізге орындаймыз. Бізге форматтау қатарының мынандай батырмалары берілген. Осы батырмалардың орнын тауып дәптерімізге жазамыз. Келесі тапсырма стандарт тобының батырмалары берілген. Яғни осы оң жағына қызметтерін жазамыз. Келесі тапсырма Word құжат терезесінің элементтерінің атауларын жақтауға енгіземіз. Келесі тапсырма Wordпен қандай жұмыс жасауға болады теріп жазамыз. Практикалық жұмыстар. Бізге геометриялық фигуралардан композиция құруға арналған тапсырма берілген. Геометриялық фигураларды пайдаланып, осы композицияны жасаймыз. Келесі тапсырма Word мәтіндік редакторын пайдаланып, құттықтау ашық хатын жазамыз. Жұмыс барысы экранда көрсетілген. Келесі тапсырма рефераттар мен курста жұмыстар үшін алғашқы бетін дайындау. Жұмыс барысы экранда көрсетілген. Жаңа сабақты бекіту. Сұрақтары. Microsoft Word мәтіндік процессор дегеніміз не? Word мәтіндік процессорын тағайындау, іске қосу, жұмысын аяқтау тәсілдері қалай орындалады? Келесі сұрақ. Word мәтіндік процессорының терезесінің элементтерін ата. Келесі сұрақ. Құжаттарды сақтау және ашу тәсілдері қалай орындалады? Келесі сұрақ. Құжаттарды ресімдеу қалай орындалады? Жаңа сабақты қорытындылау. Ол үшін Microsoft Word редакторының мүмкіндіктерін дәптерімізге жазамыз. Рефлексия. Төмендегі сөйлемдерді жалғастыру арқылы сабақтың қорытындысын өзіміз жасап көрейік. Бүгін не мен білдім? Маған не қызық болды? Маған не қиын болды? Мен не түсіндім? Енді мен не жасай аламын? Мені не таңғалдырды? Үйге тапсырма. Microsoft Word бағдарламасын оқып келу. Word мәтіндік редакторында кесте құру, сурет енгізу, мәтінмен жұмыс істеу. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.